Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен бірге үй жағдайында осындай шие қосылған, өрік қосылған дәмді компоттар жабатын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Видеомды соңына дейін толықтай қараңыздар. Және арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Алдағы уақытта көптеген жаңа рецепттермен бөлісетін боламын. Ең алдыменен жемістерімізді жақсылап жуып алатын боламыз. Менде шие, үйдің шиесі. Және алдын ала банкілеріміздің барлығын осылай буға парлап аламыз, паритетіп, және су қайнатып қоямыз. Паритетілген банкілерімізге осылай өріктерімізді саламыз алдыменен. Содан соң алдын ала жуып дайындап қойған шиелерімізді салатын боламыз. Егер жемістеріңіздің көп болғанын қаласаңыздар, банкаларыңыз жарты болғанша салсаңыздар бола береді. Мен жартыға жеткізбей салдым. Өздеріңіз көріп тұрғандай. Енді алдын ала дайындап қойған қантымызды салатын боламыз. Егер тәтті болғанын қаласаңыздар, 1,5 стакан салсаңыздар болады. Және қақпақтарыңызды ыстық суға салып қоясыздар. Және алдын ала дайындап қойған, қайнап тұрған ыстық суымызды банкамызға құятын боламыз. Міне толтырып құямыз. Екіншісіне де дәл солай толтырып, қайнап тұрған ыстық суымызды құятын боламыз. Банкаларымызды алдын ала паритеткеннен кейін ешқандай өзгеріс болмайды. Банка жабатын құралдың көмегіменен осылай қақпақ жабатын, бұрайтын, яғни жақсылап айналдырып жауып шығамыз. Жасалы өте оңай қыздар. Сіздер де жасап көріңіздер. Міне жасап болған соң, дәл осылай жауып болған соң, банкаларыңызды төмен қаратып, осылай ары-бері аунатып тексеріп көріңіздер. Қақпағынан ешқандай су өтпеуі керек. Екінші банкамызды дәл солай жауып аламыз, айналдырып тексеріп көреміз. Содан соң жақсылап ары-бері қозғап қолдарыңызды абайлайсыздар, ыстық су. Міне келесі банкама енді тек қана шие саламын. Шиемен де өте дәмді болып шығады компоттарымыз. Және тұра келе қып-қызыл болып шығады. Қантымызды саламыз. Және қайнаған су құйып, оны да дәл осылай жауып аламыз. Міне осыменен компоттарымыз дайын болды. Өте әдемі болып шықты компоттарымыз. Сіздер де дәл осылай жасап көріңіздер. Міндетті түрде күшті болып шығады. Егер менің видеом ұнап жатса, өз пікірлеріңізді комментарий бөліміне қалдыра кетіңіздер. Назарларыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.